күнді түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек. Туған жердің әрбір сайын мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған бір туар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиісті. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында еліміздің тарихи мұраларын болашақ ұрпаққа жеткізу үшін қыркүйектің 28 жұлдызы күні Шу ауданы Ермұхан Бекмаханов мектеп гимназиясының директоры Азиза Тоқсабайқызы, мектеп ұстаздары және оқушылармен ұлы дала өркениеті жәдігерлер сыр шертеді тақырыбы аясында Шу ауданының тарихи және көрікті жерлеріне танымдық саяхат жасады. Атап айтар болсақ, Шу ауданның өлкетану мұражайынан бастау алған саяхат Шу ауданның символына айналып үлгерген бір ғасырдан астам аса тарихы бар көне жәдігер паровоз мемориалдық кешенінің тарихымен танысумен жалғасын тапты. Паровоздың қойылу тарихымен Шу қаласының құрметті азаматы, құрметті теміржолшы, аудандық мәслихаттың депутаты Қалиев Серік Нұрғалиұлы таныстырып өтті. Саламатсыздар ма, құрметті балалар, ұстаздар. Біз мына ұлы дала өркениеттері бойынша тарихи жәдігерлер байқауына жетіп отырмыз. Біз ең бірінші тарихи жәдігерді өзіміздің туған жеріміз, туған қаламыздың шығу тегіне орнатылған, шығу тегі бір ғасыр уақытты алатын көне тарихи жәдігер паровоздың алдында тұрмыз. Өздеріңіз білесіздер, бұл паровоз теміржолға байланысты шыққан дүние. Сондықтан Шу қаласы теміржолшылар қаласы болғандықтан қазір біз сіздерге балалар ортамызға қонақ келіп отыр. Ол қонақты таныстырып өтейін. Шу қаласының құрметті азаматы, құрметті теміржолшысы, аудандық мәслихаттың депутаты Қалиев Серік Нұрғалиұлына беріледі. Қазір ағай сіздерге өзінің осы теміржолдағы осы паровоздың шығу тегі және бұл паровоз не үшін қойылған, ненің құрметіне қойылған ескерткіш жөнінде сіздерге қысқаша мәлімет берсін. Жақсылап тыңдайық. Саламатсыздар ма? Мерекелеріңіз құтты болсын. Біріншіден не айтқым келеді? Теміржол саласы өте күрделі сала. Теміржолды тарихта қазбалап келсек, оның түбіне жету өте қиын. Бұны 1804 жылы басталған. Біз 2004 жылы 100 жылдығын атап өттік. 90 жылдығын өткен жылы атап өттік. Сібір Түрксиб темір жолы 24 жылы проектідан өтіп, Ресейде оны басқарып келген біз жағынан зам председатель Совнаркома Тұрар Рысқұлов ағамыз сол кісі жобасын жасап алып келіп, мен тарихты айтып берейін деп отырмын, қалай болғанын. Екі проект болған, екі жоба, біреусі Пішпек Қордай арқылы, екіншісі Пішпек Шоқпар арқылы. Егер біз Пішпек, сондықтан Ресейде Пішпек Қордай арқылы өткізейін деген. 1928 жылы желтоқсан айында Шудың бірінші пойыз Шуға келіп кірді. Сібір Түрксиб құрылысы 1930 жылы бірінші қаңтарда уже іске қосылып, Сібір Түркістан теміржолы іске қосылды. Ол 2000 километрге жуық жол салынды. Ол Бишкектен бастап Семей-Паладинскқа дейін, қазіргі Семейге дейін.
мына паровоздың қойылған оқиғасын айтып беретін болсам, 1930 жылы 172 районы Қазақстанның районынан қысқартылып 112 район ашылып, Шу районы деп аталып, Алматы облысына қарап 1930 жылы болған екен. Соны біз 2010 жылы атап өттік, ол 80 жылдық Шу районының 80 жылдық еді. 1960 жылы темір жолдың жұмыс істесі, сапасы, біздің әлеуметтік экономикаға қаржылай берген ақшасы көтеріліп, жұмыс істеп, адамдардың көбеюіне 30 мыңнан астам адам, сондықтан районнан бөліп қала атанып, 1960 жылы қала атанып, 50 жыл бұрын, это 2010 жылы біз атап өткенде 50 жыл қаланың толғанына мерекесін атап өттік, 80 жыл районке. Со 50 жылдыққа қарсаңына осы паровозды қоямыз деп, ол кезде районның әкім Жабағиев, Қожахан Көкірекбаевич бәрімізді жинап алып, мен осы Жамбыл жол бөлімшесінің директорының орынбасары Шу аймағы бойынша жұмыс істеген. Сол кезде осы паровозды қойсақ қалай болады деп бізді шақырып, ақылдасып теміржолшылармен. Паровоздың уже көне болғанына, кеткеніне қанша жыл, 100 жылдан да асып кетті ғой. Бұл паровозды біз Шудыке жарамады, паровозы тұрған деподағы колесосы жоқ болып. Таразыскен Қарабек, Таразыске де жарамады. Оның оқиғасы өтіқим. Бұл паровозды Өскеменнен алып келді. Бұл паровоз Өскеменнен өз ходымен келді. Прям, мұнан қазір, егер айтсам, алып келіп қойған кезде, бірінші тепловозный ремонтный заводқа кіргіздік. Сол кезде оны тазалап, жуып, шайып, от алдырып, өз ходымен біз мұна 4-ші путқа алып келіп қойдық. Осы жерге алып келеді. Артында тендер тұр. Бұны алып келдік дағы қоярын алдында. Енді мұна жерге жеткізу керек қой. Жеткізу керек алдында тамбур істеу керек болды бізге. Мұна жердің өзіне 350-400-дей машина, топырақ, тұқым, щебенка кетті. Трамбовать етіп, мұна төбешікті жасау үшін. Өте қиынға түсті бұл паровозды жеткізу. Ол Қожахан Көкірекбаевичтің заслугасы деп ойлаймын. Сол кісі жүгіріп, Астанаға паровоз сұрап, соны Өскеменнен паровоз алып келу деген біздің Қазақстан темір жолына да үлкен рахмет. Ол кісілерде Шу станциясы деп, күрделі станция болғаннан кейін көмектесіп, бізге осыны Өскеменнен бөліп берді. Осы Шуға жеткізіп, таңғы сағат 6-да руководитель болып, осыны қою үшін советник компании Қазақстан темір жолы Самбетов Қалтай Самбетович, советник президента, сол кісі келіп өзі лично руководить етті. Таңғы 6-дан бастап қойдық. Қоярдың алдында мына жерден темір жол соқтық біз. Мына алдындағы 2 жол, айырма жолдың бір жолын біз 48 сағатқа жауып, темір жол тастадық қой. Мына жерге дейін біз Корея алып келдік, темір жол как положено алып келіп, бірінші бір жақшы темір жол не ғой, мощный мекеме ғой. Восстановительный поездан 100 тысячник деген кран бар.
150 тонна көтеретін. Сол кранмен көтеріп бірінші анау артындағы көмір салатын вагончигін қойдық. Ол тендер деп аталады. Ол 17 тонна екен. Оны алып кеп қоя салдық жай ғана. Тұра қалды. Екінші онан алып келген кезде бұл өте күрделі паровоз. Паровоз, оның бандаждар жоқ. Технический жағынан өте қиында, салбырап, албырап, түсіп қалуы да мүмкін, неғып қалуы да мүмкін. Сондықтан ұстан тұрғылықты осы орынға қою өте қиынға түсті бізге. Осында алып келіп, оны жерге түсіріп, кранмен көтерген кезде электронный несі бар, таразы бар. Жаңа вагончигі айттым ғой, тендер 17 тонна болды. Онау 87 тонна болды паровоздың өзі. Барлығы 100 тоннадан асып кетеді. Сонда осыны алып келіп қойған кезде 150 тонналық жаңа кранмен көтеріп қойды. Ат түсірерде қиналып қалдық. Сол алып келіп, сол 150 тонналықтан таңғы 6-тан бастап түнгі 12-де әрең установить етіп бітірдік. Бітіріп, бұл жерде айтып кететін жалғыз бүткіл темір жол ұжымы барлығы қатысты. Міне, балалар көрдіңіздер ма? Былай қарасаңыздар, үлкен алып вагон сияқты, бұл паровоз балалар. Ең алғашқы шыққан паровоз. Бұның шығуының өзіне бір ғасырдан астам уақыт болған. Енді қарасаңыздар, өзімен өзі кеп тұра қалған сияқты осында, Қазір Серік аға айтып отыр ғой, осы паровоздың өзін, осы темір жолдың құрметіне, Шу қаласының Шу құрметіне әкеп қою үшін қаншама қиындықты бастан өткенін айтып отыр. Сондықтан әрбір нәрсені ауданымыз үшін, қаламыз үшін, еліміз үшін, Шу тарихын сіздерге білдіру үшін қойылған нәрсенің қадір қасиетін білуіміз керек, бағалауымыз керек, күтуіміз керек, түсіндік па? Ертең осының бәрі сіздердің балаларыңыз, біздің ұрпақтарымыз әлі бағалап оны көру керек. Себебі балалар, бүгінгі күн ертеңгі тарих екенін ұмытпаймыз. Сізге көп рахмет, Серік Нұрғалиұлы. Деніңіз сау болсын, қызметіңіз табысты болсын. Еліміздің жанашыр патриот азаматы болып, жастарға көрсететін үлгі өнегелеріңіз көп бола берсін. Паровоз L3793 маркасы. Шу қаласы теміржолшылар қаласы болып аталады. Және мұнда солтүстікке Астана мен Петропавлға баратын желілер орнатылған. 1954 жылы паровоз Луганск зауытында салынған, және де 2010 жылдың қыркүйек айында Шу қаласының 50 жылдығына арнап тарихи жәдігер ретінде қойылған. Қазақстан темір жолының ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы бізге паровоз бөлді. Паровоз ең басында келген кезде бір апта бойы осы екі тепловоздың астында жүрді. Шілде айында ол жөндетілетін зауытқа берілді. Тамыздың басында осы паровоздың жанына 200 метрдей жол салынды, және де теңдерсіз паровоздың салмағы 91 тонна, теңдерлі паровоздың салмағы 37 тонна, сонда барлығы 128 тонна. Тарихта Түргеш, Қарахан, Қарақытай мемлекеттерінің астанасы болған көне Баласағұн қалашығы және Жайсан ғұрыптық кешенмен саяхат жалғасын тапты. Саяхат барысында оқушылар әр тасы тұнған тарих, Шу өңірмен танысып қана қоймай, еліміздің, жеріміздің тарихымен, ата-бабамыздың аңсап кеткен тәуелсіздіктің қалай келгендігін өз көздерімен көрді. Саяхат барысында мамандар көптеген сұрақтарға жауап берді. Оқушылар да көкейкесті сұрақтарын қойып, өз ойларымен бөлісті. Үлкен әсермен қайтқан оқушыларға бұл саяхат үлкен рухани танымдық, қайталанбас әсер берді. Еліміздің ертеңі болашаққа, жастардың бойына патриоттық, елге, туған жерге деген құрметті арттыру осындай кіші саяхаттардан басталатыны сөзсіз.
Жалпы шу алқабы ерте бастан-ақ отырықшы шаруашылық мәдениеттің алтын белгісі болған. Оның бір дәйегі Ақтөбе қалашығы. Ақтөбе қалашығы Шу ауданының Ақтөбенің оңтүстік шығысына 3 шақырым жерінде Ақсу өзенінің жағасында орналасқан. Жалпы Ақтөбе қалашығының екінші атауы Баласағұн. Ақтөбе қалашығы ерте орта ғасырларда, яғни 3 бөліктен тұрады. Оның біріншісі цитадель, екіншісі шахристан, үшіншісі рабат. Оларға анықтама бере кетсем, цитадель, яғни сол қалашықтың орталығы болған. Шахристан сауда аймағы болған. Рабат шаруашылық аймағы. Яғни Шахристанда бай көпестер, сауда болған, ал Рабатта, яғни шаруашылық аймағы, қарапайым халықтар өмір сүрген. Жалпы қалашыққа анықтама бере кетсем, қалашықтың сыртын 25 шақырымға жететін 4 қатардан тұратын қабырға қоршаған. Және де қалашықта көптеген моншалар, шеберханалар, кітапханалар салынған. Оны біз алдағы уақытта қазір қорғай кетеміз. Сонымен қатар Баласағұнда әлемге әйгілі Жүсіп Баласағұн, яғни кіндік қаны тамған жер деп айтсақ та болады. Бұл Жүсіп Баласағұнның әлемге әйгілі құдатқы білік, яғни құтты білік дастаны әлемге әйгілі. Ол құтты білік дастанының 3 нұсқасы қазіргі уақытта бар, яғни көне түркі жазуында, ұйғыр жазуында және араб жазуында. Жалпы ғылыми зерттеулердің барысында Баласағұн қалашығы 6 және 13 ғасыр аралығында өмір сүрген. Жалпы Баласағұн қаласынан мысалға көптеген ерекшеліктері бар. Яғни ол 603 жылдан кейін оңтүстік Қазақстанда жалпы Суяб, Тараз, Баласағұн деген 3 қала болған. Яғни үшеуі де батыс түрік қағанатының астанасы болған. Яғни қарап отырсақ, қорытындылай келе Баласағұн қаласы тек мәдениеттің ошағы болмастан бұрын, яғни ерте орта ғасырларда астана болғанда дәлелдейміз. Баласағұн қаласы көптеген аңыз әңгімелерден тұрады. Мысалға, шеберханалардың, кітапхананың, моншаның орналасуын айта кетсем, мысалға, ұсталар кітапхананы шығыста, мешітті батыста, ал моншаны сарайшықтың ортасында орналастыруын тәртіпке салған. Жалпы, мына көріп тұрғандарыңыздай археологиялық зерттеу барысында Баласағұн қалашығынан құмыралар, су құбырының яғни болғанын сол уақытта кірпіштен, мысалға, моншаның күйдірілген кірпіштен жасалғандығы дәлелденеді. Жалпы, мына осылар қарап тұрғандарыңыздай кірпіш. Яғни бұл сол уақыттағы моншалардың күйдірілген кірпіште, яғни 3000-4000 градусқа дейін шыдайтын алып жасалған. Кім маған түсінік береді кірпіш жайлы? Кірпіш жасанды құрылыс материалы, оны саз және өнеркәсіптің қалдықтарынан автоклавта булау арқылы жасайды. Ол хромомагнезитті кірпіш және шамот кірпіші болып бөлінеді. Хромомагнезитті кірпіш 2000 градусқа дейін, отқа төзімділігі 2000 градусқа дейін. Ал шамот кірпішінің отқа төзімділігі 1300 градустан 1130 градусқа дейін жетеді. Хромомагнезитті кірпіштерді болат пештерінің ішкі қабырғаларын қалау үшін қолданылады. Ал шамот кірпіштерін мартен пештерінің ішкі қабырғаларын қалау үшін қолданылады. Яғни сол уақытта осындай күшті сапалы кірпіштерді жасайтын пештеріміз болғанын дәлелдейді. Келесі мысалға құмыра. Сол уақыттағы көзе құмыралар, яғни ұстағыш құмыра, кейбір құмыралар түр-түрімен болған. Оны кім маған түсіндіріп бере алады? Құмыралар саз балшықтан жасалған, немесе ол құммен саз балшықты, қышпен саз балшықтың қосындысы, оны көзешіге салып, қалыпқа кетіріп, ыстық пешке салып, құмыра жасаған. Құмыраны көбінесе құмыра жасайтын пештерді Ақтөбе, орта ғасырлық Ақтөбе қалаларында тапқан. Олар, мысалы, біз қазба жұмыстарын жүргізетін болса, ол кезде құмыралар шығатын болса, құмыра арқылы ол қазба жұмыстарынан табылған мұралардың қай ғасырлық екенін білуге болады. Құмыралар көбінесе көп салада кездеседі. Мүсін жасау өнерінде, немесе ұшақ, су, барлық салада біз құмыраны кездестіре аламыз. Жалпы мысалға қыш құмыралардың түр-түрімен болған деседік, қыш құмыралың ең үлкендігі 50-60 кило ұн сиятындай қыш құмыралы болғандығын дәлелдейді археолог зерттеу бойынша. Келесі
Сол уақытта мысалға біз айтып жатырмық, Моншаның су құбырының болғаны дәлелдейді деп. Кім айта кетеді маған осы? Мен су құбырлары бұл күрделі қондырғылар десек те болады. Осы су құбырларын біз шаруашылықта, өндірісте және де қала мен ауылдарды осы сумен қамтамасыз етіп отырады. Ал тұрғын үйлік сулар, олар адамдарды ауыз сумен қамтамасыз етіп отырады. 17 ғасырдың соңында Англияда бұлар пайда бастады, бірақ олар ағаштан жасалған болатын. Ал 10-11 ғасырда Қазақстанда жасалды. Олар отырарда пайда болды. Ал 10-11 ғасырда Тараздың археологиялық қазба жұмыстарының әсерінен осы баласағын қалашығы пайда болды. Сол баласағын қалашығынан табылған болатын. Онда олар шығыс моншасының қолданысында пайда болған. Яғни айтуларыңызға қарағанда, мысалға біздің осы су құбыры, жер асты жолы батысқа қарағанда, яғни 10-11 ғасырда ең бірінші дамығандығымыз бұл жерде дәлел. Дұрыс па? Аха. Келесі, мысалға, мына қоңырау. Сол уақыттағы ерте орта ғасырлардағы қоңырау. Баласағын қалашығынан табылған. Маған кім түсіндіріп бере алады? Бұл қоңырау жау шапқанда соғылатын қоңырау. Яғни дабыл қағу, яғни көптеген халыққа ескерту құралы деп те айтсақ та болады. Ал мынау айта кеткеніміздей құмыраның бір түрі кішігірім. Яғни бұл құмыраға бидай, арпа салсақ та болады, яғни өз ыңғайларына қарай. Бұл құмыраның құрамы, яғни керамикалық қыш ыдыстан жасалған, сол уақыттағы күйдіріліп, өз пішініне келтіріп жасаған ұсталар. Жамбыл облысы жастар үйі ұйымдастырып отырған Ұлы дала өркениеті байқауының тарихи жәдігерлер сыр шертеді номинациясы бойынша Шу ауданы Төле би ауылы Ермұхан Бекмахан мектеп гимназиясына сәттілік!